Әскерден келген Кенжебек аудан орталығындағы сүт өнімдерін шығаратын фирмалардың біреуіне жұмысқа орналасты. Сол жерде Шолпанмен танысты. Екеуі бірге жұмыс істеп жүріп, бір-біріне ғашық болды. Тіпті бірін-бірі көрмесе тұра алмайтын жағдайға жетті. Соңында екеуі үйленіп, ел қатарлы той жасады. Бақытты күндері басталып, бақыттан бастары айналып, жалдамалы пәтерде тұрса да, екеуі ел қатарлы тұрып жатты. Шолпанның аяғы ауыр, айы күні жақындап толғағы жетті. Кенжебек жедел жәрдем шақырды. Түнімен алысқан Шолпан таңға жуық босанып, өзі ана дүниеге кете барды. Есіктен шыққан дәрігер хабарды айтқанда Кенжебек ештеңе естімеді. Екі құлағы бітеліп сыртқа шыққанын біледі. Есін жиғанда қасында әпкесі Раушан тұр екен. Тірі адам тіршілігін жасайды, қайтесің енді? Есіңді жи, Кенжебек. Бір апта өтіп кетті, перзентханадан хабарласып жатыр. Барып баланы алу керек, деді. Басын төмен салбыратып отырған Кенжебек әпкесіне тұтығып кеткен көздерімен қарап, өмір есігін аша салып, анасын жалмаған бала маған керек емес, алмаймын, деді. Раушан шошып кетті. Есің дұрыс па? Алмаймын несі? Баланың қандай жазығы бар? Алмаймын, маған қайтып әңгіме айтпа, деді де тұрып кетті. Есін жинай алмай Раушан қалды. Інісінен оны күтпеген еді. Әке шешесіне келгенде естігені сол. Әкесі 3 жылдан бері төсек тартып жатыр, жүре алмайды. Әкеңнің түрі анау, бақып отырмын. Біздің өзімізге бір адам керек. Келіннің қолына қарап отырмыз. Тамағын берсе ішіп, бермесе күтіп отыра береміз. Өзің бір ыңғайын келтіресің енді. Өзің асырап ал, дейді шешесі. Оған күйеуім рұқсат берсе жақсы ғой. Керек емес, әкелме десе қайтемін. Онда маңдайына жазғанды көреді де бейшара бала, деп жаулығының шетімен көз жасын сүртті. Раушан перзентханаға қайта барды. Ішіне кіруге болмайды, терезеден көресіз, деп медбике есікке әкелді. Іште жатқан қызыл шақа жалғыз өзі ғана көз ашылмаған ұйықтап жатыр. Әбден шырылдап жылады. Тамағы қарлығып, шаршады ма, ұйықтаған қалпы осы, деді медбике. Терезеден қарап тұрып, күйеуіне айтпастан бірдеңесі болар деген оймен баланы өзінің атына жазыртып алды. Қайсар деп атын қойды. Раушан нәрестені үйіне келген кезде күйеуі ащы суға біраз сылқиып тойып алған екен. Раушанды атарға оғы жоқ, есіктен кіргеннен ақырды. Үйдегі өзінің балалары бүрісіп бұрыш-бұрышқа тығылды. Әйтеуір бір пәленің осы баламен бірге келгенін түсінді. Күйеуінің бақырғанынан гөрі шырылдап жылаған балаға не берерін білмеген Раушан әбден састы. Осылай бөтен үйде, бөтен адамдармен қайсар баланың өмірі басталды. Туғаннан анасынан айырылып, ана сүтіне ембеген, ана мейіріне бөленбеген, әкесі бас тартқан бала бөтен үйде, бөтен адамдармен өсіп жатты. Жасы 3-ке толып, ес біле бастаған шағында анасына бала болып жылап еркелексі келеді. Басқа бауырлары сияқты әкесінің үстіне шығып, мойнына отырып, құшағына кіргісі келеді. Екі қолын айқар ашып, әкесіне ұмтылғанда, әкесі қолдарын қағып жібере береді. Ой, әкең, барар деп қағып жіберген кездері де көп. Басқа балаларына келгенде оларды айналып толғанып, бәр тәттісін солардың аузына тығатын. Ештеңенің мәнісін түсінбеген қайсар кемсеңдеп, екі көзі жасқа толып жылап қалатын. Бұл уақытта кенже қызын босанып алған Раушан сол қызымен әлек болып жүретін. Кешкі астан соң күндегі әдетінше жалғас диванға жайғасты. Қолына пультты алып, теледидардан 1-2 киносын көретін әдеті бар. Болса футбол іздейді. Әкесіне еркелексі келген қайсар аяқ жағына жармасты. Тілі шүлдірлеп өзінше бір әңгіме айтып жүр. Оны көрген Нұртас жүгіріп келіп, бар әрі, бұл менің әкем, деп итеріп жіберді. Қайсар жерге құлаған қалпы жылап қалды. Орнынан қайта тұрып, әкесіне қайта ұмтылды. Осы кезде жалғас өзінің Нұртасын құшағына алып, Қайсарды тізесімен итеріп жіберді. Ештеңенің мәнін түсінбеген бала кемсеңдеп ұзақ жылады. Бұл неге жылайды деп жұбатқан адам да болмады. Осылай жәутеңдеп өскен бала есі кіріп 5 жастан асқан кезде өзін бұл үйде ешкім жақсы көрмейтінін сезіп, мінезі тұйықталып, өзімен өзі бөлек жүретін әдет тапқан.
Кенжебек 2 жылдан кейін қайтадан үйленіп алды. Бір қызы бар. Әйелінің екіншісіне аяғы ауыр. Біраз жыл төсек тартып жатқан әкесі қайтыс болып үйіне барды. Осы кезде бастары қосылған Раушан екеуі сөзге келіп қалды. Кенжебек, балаң 5 жастан асты. Көргің келмейді ме? Жағдайын сұрамайсың ба? Не деп сұраймын? Асырап алдың, енді сенің балаң емес пе? Жоқ, асырауға қиналып жүрсің бе? Жездеңнің мінезін білесің. Түртпектеп сіңдірмеді. Өзің қайтып алсаң болар еді. Өткен өмірімді қозғағым келмейді. Мазамды алмашы, деп өзіне жолатпады. Келесі бір үйлеріне келгенде Раушан ұлдарын ала келді. Әкесінің 1 жылдық асы беріліп, барлық туысқандар жиналды. Кенжебек те келді. Үйдің артында өзінше бөлек балаларға қосылмай отырған Қайсарды жалғас шақырып алып, әне сенің әкең, әкеңе барасың ба? Бар деді. Бала күніне әкем деп қабылдап келген адамнан баяғыда көңілі суылған 6 жасар Қайсар көздері жәутеңдеп жалғастың айтқан сөздерін түсінбей тұрды. Ей, мынау сөз ұқпайды ма? Әне сенің әкең, жүр әкеңе апарамын деп қолынан жетектеп Кенжебекке әкелді. Кенжебек те баласын көргенде тұрып қалды. Алдында тұрған бала өзінен аумай қалған. Көздері жалтақтап, не дейсің дегендей өзіне қарап тұр. Міне балаң Кенжебек, әркімнің баласы өзіне, аман тұрғанда өзіңе тапсырамын, деп баланы Кенжебекке қарай жылжытты. Екеуінің ортасында тұрған бала өзін ешкімге керек емес жандай сезінді. Көздеріне жас тығылып төмен қарады. Әкең деген адам да өзін балам деп жылы тартпаған соң, жалғастың қолынан жұлқынып шығып көшеге қарай жүгірді. Өткенде бір көрші апа қасында отырған әйелге әкесі жетім, жартылай жетім, шешесі жетім, тұл жетім деуші еді. Байғұс бала туғаннан бағы ашылмады деп сөйлеп отырғанда осы сөздің өзіне қатысты екенін түсінген. Туғаннан, шүлдірлеп тілі шыққаннан апа деп өссе де, Раушанның да өзіне деген жылуы аз екенін білетін. Өзінің туған балаларын айналып толғанып жатса да, Қайсарға келгенде тартылып қалатын. Раушан қайтарда Қайсарды таппай ұзақ іздеді. Көлікте балаларын жинап алып күтіп отырған жалғас та сигналды бар даусымен басып, қайта-қайта пипылдатып отыр. Қайсарды іздедіңіз бе? Ол бағана үйдің шатырына шығып бар жатқанын көргенмін, деді бір бала. Өкпесі өшіп шатырға шығады. Ретсіз жиналған ескі құсқы заттардың бір қуысында отыр екен. Балам, мен сені таппай жүрмін, мұнда екенсің ғой. Балам, жаным менің, бүгін мен сені туған әкеңе табыстаймын. Әкең сені жылатпайды, жақсы боласың, жүре ғой, деп қолынан тартты. Бала жылай ма деп ойлады, бірақ Қайсар жыламады. Қайта қатуланып алған. Раушанның алдына түсіп шатырдан түсті. Артынан еріп Кенжебекке келді. Кенжебек, бауырым, кезінде қиналғаныңда балаңды алып бауырыма басып едім. Күйеуім қабылдамады, әлі де қабылдайтын түрі жоқ. Өз ұрпағың ғой, бас тартпассың. Аман есен тұрғанда өзіңе тапсырдым. Міне саған аманат, деп баланы тастап кетті. Есіктен шығып бара жатқанда есік түбінде тұрған келінін көріп түрінен шошып кетті. Безеріп алған келіні қайынәпкесімен қоштасуға да шамасы келмеді. Қасынан өтіп бара жатқанда басын теріс бұрған қалпы тұра берді. Қайсардың әкесімен тұрып жатқанына 1 айдан асты. Мектепке баратын уақыты да болып қалды. Оны ойлап жатқан әке жоқ. Зере босанып ұл туған. Үйге келген кеткен кісі бар, сонымен әлек. Осы күндері 2 жасар қызын бақтыртып қоятын әдет тапқан. Оған бірақ Қайсарда қарсы емес. Тілі енді шығып келе жатқан кішкентай қыз да бауыры екенін сезеді ме, Қайсарды көрмей қалса іздеп жылайды. Артынан жүгіріп ойна дейді. Бұл дүниеде осы қыздан жақын ешкім жоқ екенін сезді ме, біраз бауыр басып қалған Қайсар ешкім жоқта томпиған 2 бетінен шөлпілдетіп, сүйіп алады. Құшақтап, қысып қояды. Күн ұзақ ойнатып, кешке шаршағанын білмей қалатын. Жұмыстан шаршап келген Кенжебек әйеліне көрші Розаны көрдім. Баласын жетектеп, базардан келе жатыр екен. Қыркүйек жақындап қалыпты ғой. Жақындаса қайтейін? Биыл Қайсар мектепке барады. Мектепке дайындамайсың ба? Енді қалғаны сол еді, деп мұрнын тыржитты. Онымен не демексің? Баланы мектепке жіберу керек қой. Апар өзің базарға. Мен баламен қалай барамын? Күн ұзақ жұмыстамын. Үйге кіргенім осы. Сен не деп тұрсың? Енді мен қалай?
деп аузын ашқаны сол еді, Кенжебек қолындағы шыныны лақтырып жіберді. Қолына шағылып барып тиген шыны сырып өтіп, қан бұрқ ете қалды. Баж ете қалған әйел орнынан тұрып сыртқа жүгірді. Осының барлығы өзі үшін болған ұрыс екенін түсінген Қайсар отырған жерінде бүрісіп, столдың астына тығылды. Бала жүрегі дүрсілдеп, құлағына естіліп тұрды. Үйден шығып кеткісі келді, бірақ баратын жері жоқ. Қасына кішкентай Майра келіп еді, құшақтап алып өзіне қыса түсті. Бұл жалғанда оған ең жақын адам сол еді. Келгеніне бір айдан асса да, Кенжебек өзін балам деп шақырған емес. Үнемі атын айтып, Қайсар деп шақырады. Қайсар да әкесін кім деп айтарын білмейді. Әке деп айтайын десе, дауыс шықпайтын сияқты. Ең алғаш моншаға түскенінде қызық болды. Суы қайнап, сақырлап тұрған моншаға Зере кіргізіп жіберді. Шешініп ішке кіргенімен біресе ыстық су, біресе суық су шашырап, шала-пұла түсіп шықты. Соңында әйтеуір бір леген су құйғанын біледі. Ертеңінде Зере, шомылғанда дұрыс шайқалмайсың ба, сабын сасып тұрсың, дейді. Келесі жолдан бастап Кенжебек өзі кіргізіп жуындыратын болған. Баласын басынан аяғына дейін төмен сүлгімен сүртіп тұрып, алғаш рет көзіне қарады. Сол кезде ғана құшақтап, құшағына алған еді. Қысып біраз тұрды. Аяқ қолының тырнақтарын алып берді. Шашың өсіп кетіпті ғой, ертең шаштаразға барайық деді. Әкесінің жылы дауысы Қайсардың жанына майдай жағып, көңілі көтерілді. Сол күні ішкен тамағы бойына сіңіп, алаңсыз тәтті ұйқыға кетті. Түскі аста өздері ғана шай ішіп отырған. Бала жылап, Зере жатын бөлмеге кетіп қалды. Орнында тыныш отырмаған Майра қолын соза бере сүтті төкті. Жерге құлаған ыдысты ұстап қаламын деп ұмтылған Қайсардың қолы шәйнекті сүйке өтіп, ыстық шәйнек төгілді. Бүлінген түгі жоқ, шошып қалған Майра шыр ете қалды. Бөлмеден жүгіріп шыққан Зере төгілген шәйнекті көріп, қызын күйіп қалды деп ойлады. Күйдірдің оңбаған деп бажылдағанда, даусынан шошыған қыз одан сайын жылады. Есі шыққан Қайсар далаға қарай жүгірді. Зереге жеткізбей, сынық шарбақтың қуысынан өтіп, көше жағалай қашты. Оның жанталаса үркіп, қашып бара жатқанын көрші апа көріп қалды. Зере де тоқтай қалып кейін қайтты. Келесің ғой кешке, қайда барамын дейсің, деп сөйлей үйге кірді. Таң атқалы түнеріп тұрған аспан күркіреп, сол екі ортада жаңбыр құйып кетті. Шелектеп жауған жаңбыр бой берер емес. Бір демде сай-саланың барлығын суға толтырып тастады. Жаңбырдың астында қалған Қайсар су-су болып біраз далада жүріп қалды. Әбден кеш батқанда үйге кірді. Киімін ауыстырмастан, кешкі тамағын ішпестен жатып қалды. Ұйқыда жатқан Кенжебек түс көрді. Түсінде Шолпан өңіндегідей ап-анық көрінді. Сол қалпы сұлу, әдемі көздерін жымита күліп, «Жаным, баламыз қайда?» дейді. Өзі алыстан қарап тұр. Бұл ештеңе түсінбейді. Бір кезде Шолпанның түрі өзгеріп, қабағы шытылып тағы да «Балам қайда?» дейді. Шошып оянған Кенжебек есін жинай алмай біраз отырды. Орнынан атып тұрып баласына барды. Жарықты жағып, көрпесін ашып қалса, Қайсар от болып жанып жатыр екен. Үстіндегі киімдері су. Бала сандырақтай бастапты. Баласын көтеріп алып ауруханаға барды. Дәрігерлер ем-домын жасаған соң беті бері қарады. Төсектің басында түнімен ұйықтамай отырған Кенжебек таңға жуық баланың қызуы түскенде бірақ өзіне келді. Баласына қарап отырып, «Мен неге соншалықты топас болғамын? Неге сонша қатыгез жауыз болып алғамын? Бұл менің балам ғой, Шолпанымның аманаты ғой. Айырылып қалсам не деп жауап беретін едім?» деп көз жасы көл болып жылап отырғанда Қайсар көзін ашты. Әкесінің қасында жылап отырғанын көрген бала «Әке» деді. Өзіне соншалықты мейірлене қараған әкесінің жылы көздерін көргенде бала одан сайын «Әке» деп бар даусымен айқай салып әкесінің ойына асылды. Бала болып өмірінде алғаш рет сондай бір еркелік пен наздана жылады. «Балам, кешірші мені, ақымақ әкеңді кешірші», деп Кенжебек те баласын құшағына қыса түсті. Сол күні Қайсарды үйіне жібермеді. 3-4 күн жатып емделсін, өкпесіне суық тиген. Жаңбырдың астында қалғаны жаман болыпты. Балаға неге дұрыстап қарамайсыздар, деп дәрігер өзіне сөйлеп тастады. Кенжебек үйге кіргеннен Зереге шүйлікті.
Кеше көрші апаның айтқаны рас болды ғой. Кемпір босқа сандырақтап тұр деп сөздеріне мән бермеп едім. Баланы өлердей үркітіп неге үйден қуасың? Әдейі қуған жоқпын, өзі ғой қашқан. Үйге келгенде киімін шешіп, балаға неге қарамайсың? Анасың ғой сен. Өзім баламен алысып жүргенде қайдан қарайын, деді бедірейіп. Айтарға сөзі жоқ Кенжебек, мен сенімен ажырасамын, жинал, деді. Зеренің көздері бақырайып кетті. 5 баласы бар анада туған баласы болса, барлығына бірдей уақыт табады. Сенікі босқа сандырақ, жинал, дейді қасарсып. Сонда мына 2 балаңды ойламайсың ба? Оларда сен барсың, дейді. Күйеуінің шындап кіріскен түрін көріп, Зере демде өзгере кетті. Менен бір қателік кетті, ренжімеші, екінші қайталанбайды жаным, деп күйеуінің қабағына қарап, айналып толғана бастады. Қайсар ауруханадан шығатын күні өзі барып алып келді. Ертеңгісін Қайсар көзін ашса, қасында әкесі отыр. Баласына мейілдене қарап, бетінен, көздерінен сүйді. Тұра ғой балам, бүгін сен мектепке барасың, білесің бе, деді. Баланың көздері бақырайып кетті. Төсегінің аяқ жағында мектеп формасы аппақ жейдесімен ілулі тұрды. Қасында сөмкесі бар. Мұғаліміне беретін бір құшақ гүлі де дайын екен. Әке, мені кім апарады? Өзім апарамын. Бүгін сен үшін жұмыстан сұрандым, деді. Орнынан атып тұрған Қайсар жалмажан киіне бастады. Осылай ол 1-ші сыныпқа барды. Әке, менің анам қандай адам болды, дейді бір күн әкесіне. Тұра тұр қазір, деп әкесі бірдеңе іздеп кетті. Бір кезде қолына сурет ұстатты. Суретте Кенжебек пен Шолпан екеуі түскен екен. Міне анаң, дейді. Дүниеде ең сұлу адам өзіне күлімдеп қарап тұрды. Суретті алып төс қалтасына салып қойды. Бір уақыт анасымен табысқандай болды.